Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жалпы тіл білімі пәні туралы түсінік. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, жалпы тіл білімінің қалыптасуы. Екінші, жалпы тіл білімінің нысаны. Үшінші, жалпы тіл білімінің салалары. Жалпы тіл білімі тіл ғылымының теориялық саласы және оқу пәні деген екі мағынада қолданылады. Жалпы тіл білімінің теориялық саласы 19 ғасырдан қалыптаса бастады. Жалпы тіл білімі жеке тіл білімінің мәселелерін қарастыруды мақсат етпейді. Ол проблемамен жеке тілдің салалары айналысады. Жеке тілдер жөніндегі ғылым бұдан көп бұрын пайда болғанымен, олар бір-біріне байланыссыз жеке-жеке қаралды. Жалпы тіл білімі тіл туралы ғылымның өткен тарихынан, қазіргі күйінен, негізгі бағыт-бағдарынан хабардар етеді. Ол іштей күрделі 4 салаға жіктеледі. Тіл ғылымының тарихы, тіл теориясы, тіл ғылымындағы әдістер мен әдістемелер, тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы. Ғылымның түрлі салаларға жіктелуі оларды зерттейтін нысанының сипатына байланысты. Жалпы тіл білімінің нысаны адамдардың дыбысты тілі. Жалпы тіл ғылымы тілдің құрамын, қызметтік сипаттарын, даму заңдылықтарын, сыртқы дүниемен байланысын зерттейді. Жалпы тіл білімі дүние жүзіндегі тілдердің барлығына не көпшілігіне тән универсалды мәселелерді қарастырады. Дүние жүзінде шамамен 5,5 мыңнан аса тіл мен диалектілер бар деп есептеледі. Дегенмен, олардың бір-біріне ұқсас, барлығына ортақ қасиеттері, заңдылықтары болады. Мысалы, тілдердің барлығы адамдардың өзара қатынас жасау құралы. Тілдердің қайсысы болмасын өзгеріске ұшырап отырады. Олар дыбыс, сөз, сөз тіркесі, сөйлем тағы басқадан тұрады. Дыбысты тіл күрделі құбылыс. Тіл ғылымында тіл білімін жеке тілдер туралы ғылым және жалпы тіл білімі деп екі топқа жіктейді. Жеке немесе туыстас тілдерді зерттейтін ғылым сол тілдің атымен аталады. Қазақ тіл білімі, ағылшын тіл білімі, орыс тіл білімі тағысын тағыда. Дыбысты тіл жалпы адамзаттық құбылыс бола тұра, екіншіден бір-біріне ұқсамайтын ала-құлалықтарға толы жеке-жеке тілдерге бөлшектенеді. Сондай-ақ тіл ғылымы әлемдік ғылым бола тұра, жеке ұлттық та ғылым. Әр тілде түрлі терминдердің қолданылуы жалпы тіл білімін зерттеуді қиындатады. Тіл білімі ғылымы іште бірнеше салаға бөлінеді. Бірінші, ішкі лингвистика, микролингвистика немесе интралингвистика. Тілдің ішкі жүйелік құрылымын, жүйе элементтерінің бір-бірімен байланысын зерттейді. Оның негізгі салалары фонетика, лексикология, грамматика. Екінші, сыртқы лингвистика, макролингвистика немесе экстралингвистика. Тілдің сыртқы дүниемен, қоғаммен байланысын қарастырады. Ол социолингвистика, менталингвистика болып бөлінеді. Менталингвистика тіл мен ойлаудың қарым-қатынасын, тілдік мағынаның теориясын, сөйлеу әрекетімен байланысын зерттейді. Үшінші, тіл білімін зерттеуде қолданылатын әдіс-тәсілдерге қарай жіктеушілік бар. Олардың қатарына салыстырмалы тарихи тіл білімі, типологиялық тіл білімі, психологиялық тіл білімі тағы басқалар жатады. Жалпы тілдік теорияның өзекті проблемалар қатарына мыналар жатады. Бірінші, тілдің өзіндік табиғаты мен мәні, сөйлеумен, ойлаумен, қоғаммен байланысы, атқаратын қызметі. Екінші, тілдің құрылымы, құрылым элементтерінің бір-бірімен байланысы, арақатынасы. Үшінші, тілдің таңбалық, жүйелік сипаттары. Төртінші, дыбыс тілінің шығуы, тілдер дамуындағы ортақ заңдылықтар, тілдік құбылыстарға түрткі болатын ішкі, сыртқы себептер. Бесінші, тілдердің типологиялық, генеалогиялық топтары, жіктеулері. Алтыншы, жазудың пайда болу, даму жолдары. Жетінші,
Тіл білімінің өзіндік зерттеу әдістері. 8. Тіл білімінің негізгі салалары, басқа ғылымдармен қатынасы, өзіндік орны. Қысқасы, тілдердің өзара туыстас, төркіндестігі, дыбысты тілдің жалпы адамзаттық құбылыс екендігі, олардың арасында бірліктің, өзгешеліктің, жалпы заңдылықтың, даралықтың болатыны онша белгілі бола қоймайды. Сондықтан зерттеулерден жалпы тілдік теориялық қорытындылар жасалмай келеді. Дыбысты тілде толып жататын ортақ сипаттардың, универсалдық құбылыстардың барлығы, алуан тілдердің фактілерін бір-біріне салыстыра қарау нәтижесінде айқындалады. Оның анықталуы адам баласының тілінде болатын ортақ заңдылықтарды, универсалдық құбылыстарды зерттейтін, соның негізінде жалпы тілдік теориялық тұжырымдар жасайтын жалпы тіл білімін дүниеге келтірді. Жалпы тіл білімі тіл ғылымының жалпы тілдік теориясы. Ол бүкіл тіл туралы ғылымның бағыт-бағдарын белгілейтін компас ғылым. Тіл ғылымына даму сатысына, қоғамдық рөліне, генеалогиялық, типологиялық сипаттарына, қолданушы қауымның сандық шамасына, қызметтік көріністеріне қарамастан, дүние жүзіндегі тіл атаулының барлығы да нысан бола алады. Демек, тілдердің дамуға, өзгеріске түрткі болатын әр алуан ішкі және сыртқы себептер тілдер тарихының қай-қайсысына да кездеседі. Тілдік туындылардың ауызекі немесе жазба түрінде болатыны тіл атаулының барлығына тән.